Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен банафи пай пирогын дайындаймыз. Бізге ол үшін 200 грамм ұн, 60 грамм сахарная пудра, 100 грамм сары май және 2 жұмыртқаның сарысы керек. И шым-шым тұз. Бастаймыз. Бірінші бізге ұнды, електен өткізілген ұнды осылай саламыз. Бөлме температурасындағы сары майды салып, осылай қолымызбен әдемілеп осылай жасаймыз. Мінекей, майымыз бен ұнымызды жақсылап араластырып алдық. Сосын осылай шым-шым тұз и сахарная пудраны қосып, біз жақсылап араластырып аламыз. Міне, жақсылап араластырғаннан кейін жұмыртқаның сарысын қосып, басқа артық еш нәрсе қосып қажеті жоқ. Осыдан жақсы тесто жасаймыз. Мінекей қыздар, тестамыз иленді. Енді осыны біз 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз, тынып тұру үшін. Міне қыздар, тестамызды холодильниктен алдық. Енді осыны бұлай әдемілеп жайып шығамыз. Шықтық, вилкамен осылай жасап болады. Қыздар, тестамызды жайып алдық қой, сосын үстіне осылай пергамент бумага қойып, үйлеріңізде не бар? Күріш па, горох па, ауырлау нәрсе болса, осылайнан қойып қоямыз. Бұны не үшін қойды десеңіздер, тесто көтеріліп кетпеу үшін осылай істейсіздер. Енді осыны қызып тұрған пешімізге саламыз. Сонымен тесто дайын болғанша біз банофи пайдың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын 300 грамм сливки керек. Осылай құямыз. Сосын 60 грамм сахарная пудра. Араластырамыз. Сахарная пудрамыз бен сливкиді араластырып алғаннан кейін творожный сыр 150 грамм. Соны салып, 1 келігі масса болғанша араластырамыз. Міне, біздің тестамыз дайын болды. Оған қазір сгущенка вареная. Соны бірінші әдемілеп жап шығамыз. Мінекей жақтық. Енді осының үстіне банандарды қойып шығамыз. Міне, бетін әдемілеп тегістеп шықтық. Енді осының үстіне какао ұнтағын осылай себеміз. Қыздар, міне біздің банофи пай пирогымыз дайын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса, лайк және комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.